Ал Ләззат ханым, мал сату арнасына қош келдіңіз енді. Енді сізде кезінде енді ауылда өстіңіз енді. Мал бақтыңыз, қой бақтыңыз енді. Қазір Астана қаласында тұрып жатсыз. Енді бір-екі ауыз сөз білдіріп жеріңіз енді. Әрқашанда үкіметті сынап жатамыз ғой, бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр енді. Осы міне Астанадағы мына көпір, бір әдемі көпірдің астында тұрмыз. Сол туралы бір ой пікіріңізді білдіріп жеріңізші. Енді өзім ауылда өстім ғой. Жалпы ауылдағы әрбір мәселе әлі бізге қатысты деп ойлаймын. Әркім өзінің қай жерден шыққанын ұмытпау керек. Енді біз көбінде негізі мәселе айтқанда мастерміз, бірақ алғыс айтуды ұмытпауымыз керек. Мен және ойыма келді да мына Астананы көрікті жерлерін көрсетіп келе жатып, сәкең айтып жатырмын ғой. Мынандай міне көпірдің астынан осындай жастарға жер жасап қойған. Баскетбол алаңы бар, жәнегі балалардың ойнайтын алаңы бар, әрбір және спортпен айналысатын деген сияқты. Міне осындай жағдай жасап отырған біздегі үкімет басшылығындағы адамдарға алғысым шексіз. Астана негізінен көркейіп жатыр әрине. Енді осындай жерлер біздің басқа да өңірлерде пайда болса, және қазақтың былай айтқанда мықты спортсмен жастары көбейе берсін деймін. Рахмет. Әдемі. Мына суреттер ұнады маған. Мына керемет екен, мына суреттер салынған. Ана жерде Геннадий Головкиннің суреті бар екен, әне көрсеңіздер, әне тұр. Ар жағында міне қазір тартып көрсетейін. Геннадий Головкин суреті бар. Мына жерде міне мына байкерлар деймін, мына велосипедистер секіретін. Мына жерде міне байк билейтіндер. Осындай әдемі суреттер салынған. Өте жақсы істеп мына асты.